Достар, балдарға бүгін мындай омлет, 2 жұмыртқа, кішкене ұн қостым, тұз. И бұны мен оливковое маслоға азақ құйдым да. Солай жасап алдым. Тамақтың алдында где-то 10-20 минут бұрын су бердім Димашқа. Этот малинамен чай бердім, малинамен. Чай емес, су, малинамен су. Осы оливковое маслоға жасаймын тамақты жерчен экстра деген. Темірхан екеумізге осындай каша гречкамен. 2 каша жейміз, негізі тарымен и гречкамен. Бұл түнде мен суға салып қойдым, несі ішіндегі фитин кетсін деп. И таңертең тұрып осылай сүтке ішіне май қостым, сары майға пісіріп алдым. Кішкене тұз қостым, чуть-чуть сахар қостым. Енді осыны мен жеймін, сосын Темірханға беремін. Ас болсын. Кусокнан жеймін, оның алдында 20 минут бұрын су іштім, чуть-чуть лимон сық жерінде суға. Енді таңғасыма кірсемін. Мама где-то нет. Достар, бізде бүгін балаларым ұйықтан тұрды. Енді осындай полдник беріп жатырмын. Мына өзіме ортасындағы мейірім, огурцы, овощик көп жібереді, а Димаш онша жемейді. Сол үшін оған салмадым. Ал ас болсын енді достар, тамақ жеп жатқансылардың бәріне ас болсын. 이거 넣고 먹어볼까? Мама. Ең бұрсын ша? Достар, қараңыздар, мен ағам ауылдан келді ғой. Мынау қолдың майы, мынау енді еттер, жылқының несі. Осыларды бөлшек кусочектарға бөліп, морозильникке сыйғызам. Мына жерде фарш, үш томатқа жетті. Еще мен бағана 2 порциясын мантыға кетірдім. Мынау май, мынау тауық, 3 тауық. Қазір мен бұны кусоктарға бөліп, морозильникке салатын болам. Және де мына жерде мен 90 жұмыртқа алдым. Папамның тауықтарының жұмыртқалары домашний, бәрі таза. Мына жерде еще сухарятка, там печенье, лимон, таза болмалар, достар. Вот, достар, осылар. Димча, сен маска тағып алдың ба? Біз прогулкаға шығып баратырмыз. Мынау ойнайтын алаңға барып ойнаймыз. Обедіміз бар. Сол үшін спокойно шығып бара жатырмыз. Әйтпесе мен
Обед істеп сөйтіп шығады. Баба, сен Бүгін енді жақсы болды кішкене. Міне бізде күшті ағаштар шықты. Әдемі бүгін. Енді жаз келді Астанаға. Менің шапкам шешіп кетті. Мынау. Темірхан да шапкасын шешіп тастады ма? Мама динча докторы ғой. Mana? Мен қазір кофе тұрып отыр. Қазір қалай болып істейтінімді сіздерге көрсететін боламын. Цельнозерновой деген күрішті қолданамын көбінесе осыны. 2 ақшына жетеді бізге. Полный. Достар, мен қазір су құйдым. Кішкене зира чуть-чуть себем и тұз септім. Енді бір бұрқылтып қайнатам, сосын басып қоямын. Selamlar. Bağlıyoruz. Bağlanacak жатыр. Мен Темірханды ұйықтатып, мындай көтеріліп сақында отырып, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.